Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында оңай дайындалатын әрі тек қана 2 ингредиенттен тұратын мармеладтың рецептімен бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шығады. Бізге осындай силиконовый формочка қажет, және де агар-агар. Одан кейін үйде дайындалған сок немесе осындай мен сияқты компот қолдансаңыздар болады. Мен вишневый компот қолдандым. 200 мл компотқа 1,5 чайная ложка агар-агар қажет болады. Осы компотымызды өлшеп құйып аламыз ыдысқа. Осы мынау агар-агарда желатин жоқ, және де бұл халал болып есептеледі. Ыдысқа құйып 200 мл компот немесе сокты құямыз. 1 чайная ложка, 1 ас қасық агар-агарды қосып араластыра отырып газда қайнатамыз. Осылай қайнатылған консистенцияға дейін жеткізесіздер. Қайнатып болғаннан кейін бір ыдысқа салып, өздеріңізге ыңғайлы жаңағы біздің силиконовый формочкамызға құятындай жіңішке аузы болуы қажет. Мен мынандай чайникті қолдандым, шай ішетін. Вот это поворот болды мына жерде, ағып төгіп. Чайная ложканың көмегімен силиконовый формаға орналастырып шықтым. Рецепт ұнаса менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де балаларыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер.